селосы Сағыз құрамасы қарсы алыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің ауылға спутниковый тарелка қондыр. Ішінде неше түрлі канал бар. Fashion TV деген канал дескі. Дайындықтан қалма деп. Құрметті көрермендер, сіздер ойлап отырған шығарсыздар, неге мына музыкамен шықты деп. Иә, енді музыкасы шықса бір түрлі емес па? Ассалаумағалейкумдер. Біздер Атырау облысы Сағыз селосында тұратын кісілеріміз. Құрметті көрермендер, біздер үстіміздегі костюмді алу үшін кеше Артемға бардық. Барсақ үйінде жоқ екен. Сосын інісі Павелдан алып кеттік. Кімден? Павелдан демей дұрыс айтшы, Павелдан деп. Павылдан емес, Павел деп айтшы дұрыстап. Сөйтіп айтшы дұрыстап, Павелдан деп анау ұқсап. Дайындыққа келмейтін бар, араласпаш. Және де құрметті көрермендер, биыл біздің Сағыз ауылына 80 жыл. Құттықтап қойсаңыздар болады. Нема мына жерде бір қыз болып еді, өлең айтатын Ләззаттен келген жоқ па не? Жоқ, келген жоқ қой. Ой, тасыш. Ләззат келген жоқ Ләззат. Білем, Ләззатқа емес. База жойсы барады. Және де құрметті көрермендер, осы 80 жылдықтың арқасында ауылымыз көркейіп, неше түрлі ғимараттар салынды. Сонымен қатар ауылымызға спорт кешені салынды. Қаладан неше түрлі жаттықтырушылар келді. Бізге спорттың барлық түрін үйретті. Оказывается, күресте қуықтан теуге болмайды екен ғой. Сонымен қатар 80 жылдықты тойлаған күні ауылымызға қар жауды. Иә, жаздай қар жаумап еді, жақсы болды. Ойлаш, жаз жаумай қай жауып тұр ғой? Қар жауып тұр, қар жауып тұр. Күлсеңдерші, лақтырмасаңдаршы. Қалып қойдым, жаңа ұзым қалып қойдым. Қойшы. Және де құрметті көрермендер, ауылымыздың кәсіпкерлері мен үлкен азаматтары бірігіп, ауылымыздың барлық көшелеріне асфальт төсеп берді. Сонымен қатар Сағыз өзенінің бойына әдемі етіп қонақ үйлер салып берді. Ауылымыздың орталық көшесіне 163 қабаттан тұратын бизнес орталығын салып берді. Мықты. Және де ауылымыздың кіреберіс жеріне Эпплевый башня салып берді. Мықты. Осындай ауылымызды көркейтуге атсалысқан жайлау фотосалонына рахметімізді айтамыз. Жайлау фотосалоны, фотошопты жақсы білетін адам іздейміз. Жапу, сана жайлау фотосалонды жасайтын, жұмыс жасайтын балдар бар ғой. Нанды бүйтіп кесіп кетеді. Және де құрметті көрермендер, біздің ауылға қонаққа, турист болып қонаққа келіңіздер. Ал егер келгендеріңіздің арасында шулықтар болатын болса, бірден айтып қояйық, өздеріңізден бірге алып келіңіздер, біздің ауылда ондай нәрсе өспейді. Жапа, қуасың ба? Не айттың сен? Бекосе, мен қауынды айтып отырмын. Құмаш қауын өсейді ғой біздің Сағызда. Қарыз айтып бала білмейді ғой, қарыз айтып отыр, қарыз өсейді. Құмаш қарыз өсейді ғой, қайда? Өйтпеймін, Бекосе. Не түркісіңдер мен қайда өсейді, айтсаңдаршы, ақиқат. Жүршін алды. Қуаш, өтті.
Өсет екен. Өсет екен. Кім айтты оны? Сақына ішінде ағасы қарап тұр екен ғой енді. Өсет, аға. Өсе ма? Өсет. Айт өсет деп. Өсет екен. Тағы кімді ұрып отыр анау? Берем бір кепшағымда не ол? Үшеу деген. Пшон қайда? Ойнамайды үшеу. Неге? Өспейді деп тұр ғой, айтып тұрып қой, аккурат түсіндіріп отырмын. Өспейді дейді, салғыласып тұр адаммен, дұрыс па не? Сіз кімсіз, брат? Мен соң қауын қарбыз егетін адаммын ғой, ауылдағы. Рачка! Базар жоқ. Қайдан келдің сен? Диктант жазып бердік, латынша диктант жаздық қой бүгін бүкіл ауыл. Қалай екен? Шының орнына W салып қойғансың. Ана қудыртады мынау бар ғой. Мен сендерді вообще жалпы былай қараймын ғой, негізі бар ғой. Телевизорден қарап алып қараймын сендерді бар ғой. Қарап отқанда қуат негізі бар ғой. Аккуратно әңгіме айтып қойды. Сен әңгімең бар ма? Айтпайшы ешбір әңгімең болса. Бар ма әңгіме? Бар. Айтпайшы, мен ұстап тұрайын, емін еркін. Короче, мен мұқырда интернатта жатып оқимын 2-ші класс. Сол интернаттан ауылға демалысқа баратын болдым. Сосын атам таңертеңгісін тұрып, магазинге алып барады. 3 аяқта балдырған алып береді, бесеп ет. Болды осындай. Сосын оны әбеткеден айдап шаршаймын. Сосын ұйықтап, сосын кешкісін тұрып, атам айтады, қырдың басына барып аттап келейді дейді. Сосын атам жасы барып қырдың басына бардық, атты жібін жинап маған берді. Сосын алдына салып кетіп барды деп бір мөлде. Атам алдына түсті, мен атты ұстап келдім. Сосын бір мөлде күн тұман түсіп кетті. Мен атам таба алмай қалдым. Мен сосын бұлай қарап, сосын бақып жыладым. Сосын атты қарап, ат менен қорқытты ма, білмеймін деген. Сосын аттарын да жіберіп қойдым. Сол ат бір мөлде осылай басты. Сосын атты артына түсіп алдым да, жүріп бардым. Бір мөлде ауылда кішкентай бір свет көрінеді. Болды. Сен шынымен ауырат екенсің ғой да, действительно. Мынау қарап тұр, мынау неғын жасамайды екен ғой да сен да. Әр жерден қарап тұрмын. Міне ақ жағын жасамайды екен ғой деймін, оң жағын. Тойма. Ар жағын жасамайды екен ғой деймін. Иә. Және де құрметті көрермендер, ауылымыздың 80 жылдығының атынан Тұрсынбек мырзаға сыйлық алып келдік. Сыйлықты бермес бұрын бірінші экранға назар аударайық. Базар жоқ. Кеше ойынды көрдім, эфирді. Қазір самара ішпейтін боларсың да. Сок ішпейтін боларсың деймін да, кеше ойыннан кейін. Базар жоқ, ешкім эфир көрмеген екен. Не ғой, сізге бір сыйлығым бар еді. Осы көп адамдар осы сізбен әзілдескенде, осы мына бел туралы, мынау деп сізге үнемі әзілдеп атады. Соның бүгін конкретті точкасын қойын деп келіп тұрмын. Сыйлықты қабыл алып, тоқа ремень, белдік, мына жерде белдікте тесік, мына жерінен бастап до конца бар тесік. Любой жағына қойып ал, аккуратно. Тоқа, любой келтіріп ал. Любой жағына келтіріп ал да, саспай жүр, тоқа. Мен өзіме жұқ бітті кәзір.
Және де құрметті көрермендер, ойын соңында өзім аккурат сөйлеше берейінші халықпен ма? Да? Көріп жүрем сендер со стороны бұл қарап отырмын. Құрметті астаналықтар, андай, образдан шығып айта берші былай. Құрметті астаналықтар, ойынның соңында жігіттер мен қоштасайын деп отқан жоқ. Ойын соңында айтайын дегенім, осы көптен бері мына жерде жүрген бірдеңе бар. Сіздерге айта алмаймыз, оны келеміз, мына жерде тұрады кәдімгі, айта алмайсың бар ғой. Соны бүгін сіздердің алдарыңызда осы жердегі затты айтпаса болмайын деп тұр. Құрметті астаналықтар, Сағыз, ол кішкентай алақандай ауыл, тек қандай ауыл. Сендер сол бүкіл Қазақстан бұл осы ауылмен жарыс жүрсіңдер ма? Чемпион болайық та. Ауылдар құрамасы олар қалаға тұратындар, Қармақшы ол аудан, Қызылорда ол нәтнән қала. Сағыз болса мынандай ауыл, Құттай ауыл. Рахмет Астана.